Сәлем достар, Poppy деген ойыншықты барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Осы ойыншық аз ғана уақыт ішінде бүкіл әлемге танылып үлгерді. Бірақ біз осы ойыншықтан басқа да қызықты заттарды бүгінгі видеода көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Видеомыз басталмай тұрып, дәл қазір лайк басып, төмендегі подписаться деген кнопканы басып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Бастыңыздар ма? Ай неше видеомызға кеттік. Әрине, ең алдымен символ димлдан бастайық. Бұл ойыншықты қазіргі уақытта білмейтін адам жоқ шығар. Иә, расында аз ғана уақыт ішінде бұл ойыншық трендке кіріп үлгерді. Тіпті бұл ойыншықтың чехол түрі де шыққан. Яғни адамдар бұл ойыншықты өзімен бірге алып кете алады. Бірақ бір нәрсені ескеріңіз. Бұл ойыншықтың компаниясы тікелей ЛГБТ-ға қызмет етеді. Яғни балаларға қауіпті болуы мүмкін. Бумеранг тәрізді ұшатын доп. Бұл ойыншықты аспанға лақтырсаңыз өзіңізге қайтып келеді. Егер үйіңізде интернет жоқ болса, онда осы ойыншықта ойнасаңыз, ішіңіз пыспайды деген үміттемін. Тағы да бумеранг тәрізді зат. Бұл жолы спиннер. Егер сіздің дрон сатып алуға ақшаңыз болмаса, онда жай ғана спиннерді алып, көңіліңізді көтерсеңіз болады. Өте ыңғайлы, қалтаңызға да сыйып кетеді. Мына баланың қолында ұстап отырған ойыншық фламинго. Ол ойыншық сөйлесе алады және тамақтана алады. Тіпті жеген тамағын сыртқа шығара алады. Жалпы бұл ойыншық балалардың көңілінен шығады деген ойдамын. Ал бұл керемет зат магниттік сақиналар деп аталады. Бұл антистресс барлық адамға керек болады. Бұл затты сіз айналдырып отырып, көңіл күйіңізді көтересіз және шаршағаныңызды ұмытып кетесіз. Егер түнде сіздің ұйқыңыз келмей жатса, онда осы зат сіздің көңіл күйіңізді көтереді және бөлмеңізді жарықтандырады. TikTok компаниясы қыздарға осындай макияж ойлап шығарған. Бұл макияжды қолыңызға немесе мойныңызға жақсаңыз үстіңізге киім секілді болып тұрады және камераға әдемі көрінеді. Бірақ әдемі көрінеді екен деп үстіңізге полный жағып киімсіз жүрмеңіз. Телефондағы суреттерге қарағанда қағаздағы фотосуреттер шынайы көрінеді. Бұл гаджетпен сіз суретке түссеңіз, 1 секундтың ішінде сіздің суретіңізді фотоальбом қылып шығарады. Демалысқа шыққанда бұл зат сізге керек болады. Ал сіз осындай қол сабынды көрдіңіз бе? Жапония ойлап шығарған бұл сабын сіздің үйіңізге керек болары анық. Өте ыңғайлы, өте сапалы. Үйіңіздің әдемі болып жарқырап тұрғанын қалайсыз ба? Онда сізге осындай жабыстырғыштар көмектеседі. Ешқандай қиындығы жоқ, қомақты ақшаның да керегі жоқ. Жеңіл тағамдарға арналған кесе. Бұл кесені қанша айналдырсаңыз да ішіндегі тағамдар төгілмейді. Өте ыңғайлы, өзіңізбен бірге алып жүруге болады. Ал сіз осындай шамды көрдіңіз бе? Егер үйіңізде жарық сөніп қалса, онда осы шамды жағып, жай ғана тамашалап отырасыз. Бірақ ЛГБТ стилінде болғаны өте өкінішті. Сіз қазір ескі теледидардың не керегі бар деп ойлап отырған шығарсыз. Бірақ бұл ескі теледидар емес. Бұл телефонға арналған өте керемет зат. Телефоныңызды саласыз және әрқайын сериалыңызды көресіз. Бұл ойыншық тапаншаны білетін боларсыз. Ішіне чупа-чупсты салып, басқа адамдардың көңілін көтерсеңіз болады, немесе өзіңіз жей берсеңіз де болады.
Ал бұл затты таныстырмай-ақ қояйын, жай ғана өздеріңіз қараңыздар. Сонымен достар, видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.